қалған ұлттық мұра. Тозмалақ 4000 жыл тарихы бар біздің ұлттық ойынымыз. Біздің ата-бабамыз бұл ойынды қой бағып жүріп ойлап тапқан. Олар жерді қазып қойдың құмалақтарымен ойнаған. Сол ата-бабамыздан қалған ұлттық мұра қазіргі таңда әлемнің 30 мемлекетінде ойналады. Бұны ұлы заңға жазушыларымыз Мұхтар Әуезов, Абай Құнанбайұлы, Аймауытовтар жақсы көріп ойнаған. Қазіргі таңда бұл Қазақстанның барлық өңірлерінде кеңінен насихатталып, жоғары деңгейде ойналып жүр. Бұның ережелері оңнан солға қарай жүріледі. Бұның ережелері тозмалақта 9 отау, 9-9-дан 18 отау болады. Және жүрістері солдан оңға қарай жүріледі. Және бұл ойында тастар алынбайды. Бұнда тек жұп болғанда ғана қалынады. Және бұнда қазандық беріледі. Және жеңіске 82 тас жинаған ойыншы жеңіске жетеді. 81 жинаған ойыншылар тең ойынмен аяқтайды. Бұл ойын аяғында жүрісі біткен кезде ойыншы ұтылыс болып жарияланады. Тозмалақпен әлемнің 30 мемлекеті айналысады. Қазіргі таңда тозмалақтан әлемнің 7 дүркін жеңімпазы Дәлиева Әссел және Темірғалиев, Ғалымжан деген ойыншылар әлемге танымал. Бұл тозмалақ Азия және Қазақстан біріншіліктері өте жиі өткізіледі. Бұл ойынмен қазіргі таңда 150 мыңға жуық қазақстандық айналысуда. Тозмалақтың жүрістері солдан оңға қарай бір құмалақ тастап, қалың құмалақтарды осылай кезеңмен кезіп жүріп, және соңғы тас жұп болған кезде өзіміздің қаландығымызға саламыз. Және қарсылас отауды ойын кезінде 3 таштан асатын болса, тұздық ашылады. Ойынның кезінде тұздық бір-ақ рет. Ол тақсан 3 таспен ашылады. Ойынның аяғында осындай жағдай атсырау деген болады. Тас біткен кезде атсырау ұтылысқа ие болады. Бұл жерде атсырау деп аталады. Ойыншының тасы біткен жағдайда ұтылысқа жарияланады. Барлықтарыңызды осы ұлттық ойынымызбен айналысуға шақырамыз. Наурыз мерекесі құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.